14-ші тарау хақ тағала сипаттарының оның затымен тұтастығы, дәл өзі не бөлектігі, немесе өзі де емес бөлек те емес екендігі жайында. Уа бауырым, білгейсің, зати болмыстық сипаттарды жоққа шығару пікірі Мұғтазила ағымына телінеді. Алайда Шейхул-Ислам Ибн Абу Шариф өзінің түсіндірмесінде айтқанындай, олар мұны ашық кесіп айтпаған. Адамдар бұл тұжырымдарды, олардың құдірет, ілім сияқты сипаттарды затқа үстемеленген бөлек ұғым ретінде қабылдаудан бас тартуынан шығарған. Әйтпесе Мұғтазила ғалымдары да хақ тағаланың тірі, білуші, құдіретті, қалаушы, естуші, көруші және сөйлеуші екеніне бір ауыздан келіседі. Бірақ олар бұл қасиеттер қандай да бір қосымша сипат арқылы емес, тікелей оның затымен, болмысымен іске асады дейді. Мысалы, олардың түсінігінше сөйлеуші деген сөз ағаштағы сөзді, дыбысты жарату дегенді білдіреді. Бұл олардың ішкі сөзді кәләмі нәфси мойындамай, сөз тек дыбысталып айтылуы тиіс деп тануынан туындаған. Ал дыбысталған сөздің хақ тағаланың пәк затынан шығуы мүмкін емес, себебі ол жаратылысқа тән қасиет. Демек оларға сипаттарды жоққа шығарады деген айып олардың осы қисындарына қарап тағылған. Бірақ белгілі бір мазғаптың қисынынан туындаған жаңа ұғым сол мазғаптың тікелей ұстанымы болып саналмайды. Ол бұл жайында ұзақ талдай келе былай деп түйіндейді. Әхлі сүннет уәл жамағаттың ұстанымы бойынша хақ тағаланың 7 сипаты оның затына үстемеленген, затпен біте қайнасқан және одан ешқашан ажырамайтын сипаттар болып табылады. Олар хақ тағаланың өз тіршілігімен тірі, өз ілімімен білуші, өз құдіретімен құдіретті деп санайды. Ал енді мәңгілік бақа сипатына келетін ғалымдар арасында пікір қайшылығы бар. Ашғари және оған ілесушілердің басым көпшілігі оны затқа үстемеленген сипат десе, Қазы Бақиллани, қос имам Ғазали мен имам Харамейн және басқалар Мұғтазилалардың сөзін қуаттап, ол қандай да бір мәңгілік сипатымен емес, өз затымен мәңгілік дейді. Бұл екі тараптың да уәж дәлелдері кәләм кітаптарында толық жазылған. Ғұлама сөзін ары қарай былай сабақтайды. Мұғтазилалардың сипаттарды жоғарыда айтылғандай теріске шығаруындағы басты мақсаты мәңгілік нәрсенің көбейіп кетуінен тағаддудул қудама, қашу еді. Ал әхлі сүннет ғалымдары былай жауап береді. Бастауы жоқ мәңгілік тек жалғыз, ол пәк заттың өзі. Ал сипаттар заттың өзі емес, затқа міндетті болған қасиеттер. Мәңгіліктің көбеюі деген ұғым бұған жүрмейді. Оның бұл сөздері Жәмғул Жауамиғ түсіндірмесіндегі этимология тарауында келтірілген. Кәләм ғылымдарының сөзі осымен тәмам. Ал енді сопылық тарихат ғұламаларының, Алла оларға разы болсын, пікіріне келсек, Сәйид Әли ибн Уафа, Алла оның рахмын алсын, былай дейді. Білгейсің, зат Алланың болмысы, ешқандай көптігі мен бөлшектенуі жоқ жалғыз бір тұтас ұғым. Мұғтазилалардың мәңгілік нәрселер көбейіп кетеді деп дауласуы заттың түрлі сипаттармен танылуын қате түсінуінен. Ақиқатында бұл көптік тек шарттық көптік қана, ал шартты көптік нағыз бір тұтастыққа еш нұқсан келтірмейді. Бұл бейне бір алып ағаштың бұтақтарының оның негізгі діңгегіне немесе саусақтардың алақанға қатыстылығы іспетті. Ал егер олай болса, сифаттар мен аусафтың көрініс белгілер арасында қандай айырмашылық бар деп сұралса, жауабы мынандай. Шейх Мұхиддин Футуха кітабындағы намаздағы тәшәһүд дұғасы жайлы бөлімінде былай дейді. Сипат сипатталушының затынан тыс қосымша ұғымды білдіреді, ал аусаф белгілі бір қатыстылық нисбат арқылы сипатталушының дәл өзін білдіруі мүмкін, оның дербес болмысы болмайды. Сондай-ақ ол 416 тарауда Мағриптегі кәләм ғалымдарының имамы болған ұстазы Әбу Абдулла әл-Кинанидің мына сөзін келтіреді. Илахи сипаттардың заттың дәл өзі немесе одан бөлек екендігіне дәлел іздеп әуреленген кез келген адамның дәлелінде шикілік бар. Алайда кімде-кім ол заттың дәл өзі десе, оның бұл сөзі хаққа деген әдеппен ұлықтауға көбірек сай келеді. Келесі тараудың соңында біз сипаттарды есімдер деп атаудың өзі үлкен әдеп екенін баяндаймыз, өйткені діни мәтіндерде солай келген. Шейх Мұхиддин сипаттар заттың өзіме әлде бөлек пе деген тақырыпта Футухаттың 5 тарауында өте кең талдаған. Менің одан оқығандарымның ішіндегі ең көркемі осы тарауларда 17, 56, 373, 470, 558 тараулар жатыр. 17-ші тарауда былай дейді.
Білгейсің, барлық иләһи есімдер мен сипаттардың бәрі тек қатыстылық ұғымдар ғана, олардың барлығы бір ғана затқа барып тіреледі. Өйткені кейбір философтар ойлағандай, ол жерде басқа дербес болмыстың, көптіктің болуы мүмкін емес. Егер сипаттар заттан тыс жеке болмысқа ие болса және жаратушы тек сол сипаттар арқылы ғана жаратушы атанса, онда тәңірлік ұғым сол сипаттарға байлаулы болып қалар еді. Бұл жағдайда екі нәрсенің бірі орын алады. Біріншісі, ол сипаттар жаратушының дәл өзі болады, ал нәрсе өзіне өзі себепкер бола алмайды. Екіншісі, немесе ол сипаттар оның өзі емес, бөлек нәрсе болады. Онда Хақ тағала өзінен бөлек басқа бір себептің салдарына айналып кетеді. Өйткені себеп әрдайым салдардан бұрын тұрады. Бұл дегеніміз жаратушы өзін құдай ететін әлгі сыртқы сипаттарға мұқтаж дегенді білдірер еді. Ал бұл барып тұрған абсурд. Оның үстіне бір салдардың көптеген себептері болуы мүмкін емес, ал мұнда жаратушы тек солар арқылы ғана жаратушы болатын толып жатқан сипаттар тұр. Демек, есімдер мен сипаттардың Хақ тағаланың затынан тыс жеке болмысқа ие болуы ақылға сыймайды. Алла мұндай кемшіліктен пәк. 56-шы тарауда былай дейді: уа бауырым, ақида мәселесінде кемшілікті логикалық қорытындыларға сүйенуге болмайды, өйткені сенім айқын дәлелге құрылуы тиіс. Кейбір кәлам ғалымдары жаратылғандардың қасиетін зерттей келе, олардың ішінен өз болмысымен ғалым болған ешкімді таппады. Сөйтіп, адам тек сырттан келген ілім арқылы ғана ғалым бола алады деген байлам жасады. Сосын біз Хақ тағаланың білуші әл-алим екенін білеміз. Олай болса, оның да ілімі болуы шарт, және ол ілім оның затына қосымша берілген сипат болуы керек деген тұжырымға келеді. Шейх Мұхиддин бұған былай деп жауап береді: бұл нағыз кемшілікті логика. Керісінше, Алла білуші, құдіретті, хабардар. Осының бәрі қандай да бір қосымша сипат арқылы емес, оның тікелей өз затымен іске асады. Егер бұл ұлы қасиеттер затқа қосымша берілген нәрселер болса, ірі зат тек солар арқылы ғана кемелденсе, онда Хақ тағаланың кемелдігі өзінен тыс нәрсеге тәуелді болғаны. Егер әлгі қосымша сипаттар болмаса, зат кемшілікті, мұқтаждыққа ұшырар еді. Алла тағала мұндай нәрседен ұлық. Міне осы қате логика кейбір ғалымдарды Алланың сипаттары өзінен бөлек деуге итермеледі. Олардың басты қателігі көрінбейтінді, жаратушыны көрініп тұрғанға, жаратылысқа теңеуінде, яғни адамдағы өлшемді Құдайға қолдануында. 558-ші тарауда толық білуші әл-алим есіміне қатысты былай дейді: жаратылыс ішінде де ілімі сырттан келмеген, тікелей өз болмысынан туындайтындар бар. Бұл адамның өз табиғатымен, ішкі болмысымен ешқандай сыртқы факторға мұқтаж болмайтын-ақ білетін білімі. Егер оған қандай да бір білім келсе, ол оны сол өзіндік жаратылысымен ғана қабылдайды. Міне бұл оның зати болмыстық ілімі. Бұдан шығатын қорытынды: егер кейбір пенделер сырттан ілім алуға мұқтаж болмаса, онда Хақ тағаланың сыртқы сипатқа мұқтаж болмауы әлдеқайда орынды. Бірақ пенденің ілімі мен Хақ тағаланың ілімінде үлкен айырма бар. Пенденің ілімі Алла оған рух үрілген кезде берілген сый, ал Алланың ілімі ақиқат мәнінде тікелей өз затымен болатын шексіз ілім. Мұны жақсы ұғын, шатасудан сақтан. 373-ші тарауда былай дейді: білгейсің, Аллаға қатысты қандай да бір үкім шығаруға мүлдем болмайды, өйткені үкім етушілердің ең қайырлысы оның өзі. Осыдан ұғатынымыз, егер кейбіреулер айтқанындай сипаттар заттан бөлек қосымша нәрсе болса, онда біз заттың дәл өзі емес нәрсе арқылы затқа үкім шығарған болар едік. Көптеген кәлам ғалымдары осы тұста сүрінді. Олардың қателіктерінің тамыры көрінбейтінді көрініп тұрғанға теңеуі. Бұл өте үлкен қателік, өйткені үкім шығарылып жатқан заттың өзін, оның ақиқатын білмей жатып оған баға беру барып тұрған надандық. Хақ тағаланың ғайып сырына қатысты ешқандай үкім кеспеген имам Ағзам Әбу Ханифаны Алла рахмын алсын. 470-ші тарауда былай дейді: білгейсің, ілім арқылы танылады. Олай болса, ілімнің мағлұматы, білгені, ал ілім білушінің сипаты. Демек, сенің Хақ тағаланы тануың сенің іліміңнің ғана жемісі. Сен одан басқа ештеңе емессің. Бұдан арыға өту саған мүмкін емес. Сол себепті де ғұламалар ілім перде деген, яғни ілім Хақ тағаланың ақиқатын тікелей көруге кедергі болады. Шейх Мұхиддин былай дейді: біздің бұл айтқанымыз сипаттарды тек заттан бөлек деп қана айтып, сол жерде тоқтайтын кейбір кәлам ғалымдарының сөзімен үндеседі. Ал олардың бұдан кейін айтатын: ол сипаттар заттың өзі де емес, одан бөлек те емес, ла хия хуа уа ла хия хайру деген тұжырымына келсек, бұл олардың сипаттарды затқа қосымша үстемеленген нәрсе ретінде көрінуінен туындаған тығырық.
олар сипатты заттың дәл өзі деуден қашты, бірақ затты сипатсыз елестете алмаған соң одан бөлек демес дейді. Сөйтіп бастарын тауға да тасқа да ұрып, ақылдары не берсе соны айтып, хақ тағаланың сипаттары өзі де емес, өзінен бөлек демес дейді. Шейх Мұхиддин бұл сөзге қатысты: бұл ешқандай пайдасы жоқ құрғақ сөз, онда рух жоқ және бұл айтушының рухани соқырлығын, кәшфтің жоқтығын білдіреді. Егер біз осыған ұқсас сөз айтсақ, біз оны кәлам ғалымы сияқты айтпаймыз, өйткені ол үстемеленген қосымшаны негізге алады. Біз болсақ ешқандай үстеме сипатты мойындамаймыз. Біздің рухани ашылуымызға, кәшф ілімімізге сәйкес, сипаттар заттың дәл өзі. Кімде-кім сипаттар заттан бөлек десе, ол жаратушыны жаратылысқа теңеу қателігіне ұрынады. Бұл сөздің алла кедей, мұқтаж дегендердің сөзінен әдемілеп жеткізілгені болмаса, ешқандай айырмашылығы жоқ. Өйткені ол заттың кемелдігінен өзінен басқа нәрсеге байлап қойды. Мұндай надандардың қатарынан болудан алла сақтасын, дейді. Қорытынды: Шейх Мұхиддиннің барлық сөзінен шығатын түйін ол рухани таным, кәшф ілімі әрі кемел сенім, яқин арқылы сипаттар заттан бөлек емес, оның дәл өзі деген пікірді ұстанады. Мұны бірқатар кәлам ғалымдары да құптаған, алайда әхлі сүннет уәл жамағаттың ұстанған жолы, яғни сипаттар затқа үстемеленген, бірақ одан ажырамайтын ұғымдар деген орташа жол әлдеқайда абзалырақ. Сені тура жолға бастаушы тек Жаппар хақ. 15-ші тарау: хақ тағаланың есімдері тек уахимен ғана бекітілетіндігіне, тауқифия, иман келтірудің міндеттілігі жайында. Білгейсің, шариғатта, Құран мен сүннетте нақты айтылмаса, біздің өз ойымыздан хақ тағалаға қандай да бір есім таңуымызға қатаң тыйым салынады. Ал мұғтазила ағымдарының өкілі шариғатта нақты келмесе де, мағынасы хақ тағаланың ұлығына лайықты болатын есімдермен оны атауға рұқсат деген пікірді алға тартады. Қазы Әбу Бәкір әл-Бақиллани да осы көзқарасқа бейім болған. Шейх Камалуддин ибн Абу Шариф өзінің түсіндірмесінде бұл жайында былай дейді: бұл жердегі талас тілдік қолданыстағы дайын жалғыз есімдер, мысалы Құдай, Тәңір сияқты жайында емес. Ғалымдар арасында нағыз пікірталас Алланың сипаттары мен іс-әрекетінен туындайтын есімдерге қатысты. Әс-Сейид Джурджани де өзінің Шархул Мауақиф еңбегінде осыны ескерткен. Әл-Мәулә Сағдуддин ат-Тафтасани Мақасид кітабында былай дейді: таласқа түскен негізгі мәселе мынау: Жаппар хақ қандай да бір ұғыммен сипатталса, бірақ ол есімді қолдануға бізге дінге рұқсат келмесе, алайда сол есім бойында ешбір кемшілік ұшқыны жоқ, керісінше ұлылық пен құдіретті білдіретін мағынаға ие болса, онымен Алланы атауға болады ма жоқ па? Міне мәселе осында. Шейх Камалуддин бұл пікірді сабақтай келе былай дейді: жоғарыдағы ешбір кемшілік ұшқыны жоқ деген шарт өте маңызды. Бұл Алланың ұлылығына көлеңке түсіретін қандай да бір жағымсыз астары бар сөздердің қолдануынан сақтану үшін айтылған. Мәселен, Алланы ариф, танушы деп атауға болмайды, өйткені тану деген ұғымның астарында бұрын білмеген нәрсені кейін ұғыну, назардан тыс қалғанды еске түсіру деген мағына жатыр. Сол сияқты фақих, түсінуші деуге де болмайды, себебі фиқ сөйлеушінің мақсатының оның сөз арқылы ұғыну, егер ол сөз болмаса ештеңе түсінбес еді дегенді білдіреді. Ал бұл хақ тағала бұрын надандық тән болған деген қате ұғымға алып барып соғады. Сондай-ақ Алланы ақил, ақылды деп те атай алмаймыз, өйткені ақыл сөзі араб тіліндегі айқал, түйенің тізгінін байлайтын тұсау деген сөзінен шыққан, яғни адамды теріс қылықтан тежеп байлап тұратын ілім. Ал Алла тағала мұндай шектеулерден пәк. Міне бұл кәлам ақида ғалымдарының сөздерінен менің түйгенім. Ал енді хақ танушы сопылардың, тарихат ғұламалардың пайымына келсек, Шейх Мұхиддин ибн ал-Араби, Алла оған разы болсын, былай дейді: білгейсің, ғалымдардың ортақ пәтуасы ижмақ бойынша мынандай аяттардан Аллаға есім туындатып алуға үзілді-кесілді тыйым салынады. Алла оларды мазақ етеді. Бақара сүресі. Олар қулық қылды, Алла да қулық қылды. Әли Имран сүресі. Ол Алла оларды алдап соғады. Ниса сүресі. Олар Алланы ұмытты, сондықтан Алла да оларды ұмытты. Тәубе сүресі. Хақ тағала Құранда бұл іс-әрекеттерді өзіне теліп айтса да, біз бұлардан есім жасамаймыз. Біз тек қана ұлы жаратушыға деген терең әдеппен аятты болғаны болғандай хикая етіп қана оқимыз. Ол пәк заттың біздің ақылымыздың деңгейіне түсіп, біздің танымымызға жақын ұғымдармен сөйлескеніне іштей ұялып кішірейеміз. Бұл сөздер оның ұлылығына емес, біздің түсінуімізге лайықтап айтылған. Сосын шейх мына бір өлең жолдарын келтіреді: патшалардың мәртебесі биік болса да қаншама, сырласады, тіл қатады қарапайым жанға да. Осыдан ұғатынымыз, хақ тағаланың өз пенделерінің деңгейіне түсіп, түсінікті тілмен тіл қатуы,
оның ұлылығы мен құдіретінің бір көрінісі. Бұл құбылыс Алланы таныған ғаріптердің жүрегіндегі оған деген құрметті еселей түседі. Құранда ең көркем есімдер Аллаға тән. Ағараф сүресі делінген. Яғни тек Құран мен сүннетте келген есімдер ғана көзделіп тұр. Одан басқа көркем есім болуы мүмкін емес. Өйткені бұл есімдерге тең келер немесе қарсы тұрар балама жоқ. Бұл жайында алдыңғы тарауда кеңінен тоқталғанбыз. Ол Футухаттың 177 тарауында былай дейді: Аллаға деген шынайы әдепті сақтанған жандар үшін, мейлі ол рухани ашылу арқылы болсын, мейлі таза ақылмен болсын, тілді қолданыста қанша әдемі көрінгенімен ақылға жаңа есім ойлап табуға рұқсат жоқ. Ол Әл-Қасд кітабында тағы былай дейді: бізге де Алла тағаланы пайғамбарлардың тілімен өзін қалай атаған болса, тек солай атауға ғана рұқсат. Ол өзіне қандай есім берсе, біз де соны атаймыз. Немен атамаса, біз де одан тыйыламыз. Өйткені біз оның арқасында бармыз, әрі тек оған ғана тиесіліміз, дейді. Шейх сырлар және басқа да тарауларда былай дейді: Хақ тағаланы заттардың бастау бұлағы мәстәрул әшия деп атауға болмайды. Ақылға салсақ, бұның қандай да бір ұзақ қисыны болуы мүмкін. Бірақ ақыл иесі бұл сөзден ғалам Алланың затынан бөлініп шыққан бөлшек екен деген қате түсінік алып қалуы ғажап емес. Тіпті кейбіреулер мұны ашық айтқан, ал бұл барып тұрған күпірлік. Кезінде бір халифа мынандай өлең жазған ақынның басын шапқызған екен: күллі жұртты өз затынан үзіп алдың бөлшектеп, бірақ өзің үзілмейтін, бөлінбейтін көзсің тек. Сондай-ақ шейх Әл-Қасд кітабында мынандай ескерту жасайды: Хақ тағаланы қадим, ежелгі деп атауға болмайды. Мағанасы жағынан оның Әл-Әуәл, ең бірінші деген есіммен ұқсас болса да, бұлай деу әдепке жат. Әзәли, бастауы жоқ, мәңгілік немесе әбәди, соңы жоқ, мәңгілік деген сөздер де тап осындай. Сол сияқты Алланы өмір иесі Зүл-Хаят деуге болмайды. Оның орнына Құранда келгендей тірі Әл-Хай деп қана атау шарт. Өйткені Құранда ол сондай Алла өлім мен өмірді жаратты, мүлік иесі делінген. Демек, Алла өзі жаратқан нәрсемен, өмірмен сипатталмайды. Сонымен қатар оны ғаламды ойлап тапты, ихтақара деп айту дұрыс емес. Өйткені бұл ғалам жарық дүниеге шықпас бұрын Алла тағаланың ілімінде бар болатын, ал ілімде бұрыннан бар болған нәрсе ойлап тапты делінбейді. Оны тек өз іліміндегідей етіп жарыққа шығарды деп айтады. Сондай-ақ Алла тағала мынаны істеуге болады, ананы істеуге болады деп айтуға болмайды. Өйткені жәуаз, мүмкіндік, рұқсат деген сөзді Аллаға қатысты қолдану туралы Құранда да, сүннетте де ешқандай негіз жоқ. Ақылға да бұған дәлел бола алмайды. Ақыл да бұған дәлел бола алмайды. Оның үстіне мүмкіндік ұғымы әрдайым екі нәрсенің біріне басымдық беретін таңдаушыға, үкім етушіге мұқтаж. Ал Алладан басқа ешбір жаратушы, үкім етуші жоқ. Осы қате пікірді ұстанғандар Алланың бұрынғы әзәли қалауынан тыс тағы бір жаңа қалауды бекітуге мәжбүр болады. Бұл көзқарастағы өрескел қателік айтпаса да түсінікті. Бұл Хақ тағаланы өзінің затынан бөлек басқа бір үстеме күшке тәуелді, соның үкіміндегі зат етіп қояды. Шейх Мұхиддин 420 тарауда бұл ойын былай толықтырады: біздің пікірімізше Аллаға қатысты жәуаз, мүмкіндік сөзін қолдану тек Алла тағала мысалдардың мәнін үйреткен хақтанушы ғарифке ғана рұқсат. Өйткені жаратылған болмыс өз табиғатында мүмкін дүние болғандықтан бар болуды да, жоқ болуды да қабылдай алады. Демек, Алла оны жаратуы да мүмкін, жаратпауы да мүмкін. Егер ол бар болса, басымдық беруші мұражжих арқылы бар болады, ол Алла. Егер жоқ болса, тағы сол арқылы басымдық беруші арқылы жоқ болады, ол да Алла. Бұл жерде қандай да бір қосымша артық қалауды дәлелдеп әуре болудың қажеті жоқ. Осы мағананы түсінгенде ғана әлгі ғалымдардың сөзі түзеледі. Дегенмен бұл сөзді қолданбау Алламен арадағы әдепке ең жақын, ең кемел әрі ең міндетті жол. Әл-Қаланси мен Абдулла ибн Сағидтың ұстанған пікірі де осы. Алла тағалаға қатысты жәуаз, мүмкін сөзін қолдануға мүлдем болмайды. Мысалы, Алланың мына істі істеуі мүмкін деп айтылмайды. Бірақ бұл екі ғалым да және оның жақтастары да Алланың өз-өзін көруі мүмкін бе деген сұраққа я рұқсат деп бір ауыздан келіскен. Тіпті ақыретте Алланы көрудің жоққа шығарушылардың бір тобы да осыны қолданған. Ең дұрысын Алла біледі. Егер Алланың сипаттарын Құранда келгеніндей сипаттар демей есімдер деп атау әдепке сай келе ме десеңіз, жауабы я, солай атаған абзал. Өйткені Алла тағала ең көркем есімдер Аллаға тән деді, ең көркем сипаттар деген жоқ. Шейх сырлар тарауында былай дейді: сипаттарды есімдер деп атау үлкен әдеп, өйткені Құранда оған сол есімдермен дұға қылыңдар делінді. Оны сол сипаттармен сипаттаңдар делінген жоқ.
Кімде-кім ғаламның жаратушысын лайықты түрде шынайы таныса, оны тек есімдермен атайды, түрлі ақылмен жасалған сипаттармен сипаттамайды. Ол сөзін былай жалғады: шариғатта сипаттар деген сөзге қатысты нақты мәтін хабар келмеген, өйткені бұл сөздің астарында көптеген қауіп-қатер жатыр. Алланы сипатталушы маусуф етіп қойғандардың жағдайына қарамайсың ба? Олар: егер Алла мына сипатпен сипатталса, оның кемелдігі тоқтап қалар еді дейді. Олар Хақ тағаланың сипаттау арқылы оның затын сол сипатқа мұқтаж етіп қойғанын, ал мұқтаждық нағыз кемшілік екенін түсінбеді. Олардың қисыны бойынша кімнің кемелдігі тікелей өз затынан туындамаса, ол кемелдікке жету үшін сипаттарына мұқтаж болады, ал оның сипаттары оның дәл өзі емес дейді. Мұны айтқан адам Хақ тағаланы сипаттау арқылы оның нағыз болмысын, ақиқатын танымаған надан екенін көрсетті. Өйткені сипаттарға ортақтастық заттардың, болмыстардың бір-бірімен бөлек екендігін білдіреді. Құранда былай делінген: сенің құдіретті Раббың олардың сипаттағандарынан, танған сипаттарынан пәк. Саффат сүресі. Хақ тағала бұл аятта өзін есіммен емес сипаттаудан пәктеді, демек ол сипаттан емес есіммен танылады. Дәл сол сияқты әдеп сақтау мақсатында Хақ тағаланы нәрсе, шей деп айтуға болмайды. Тек діни мәтінде рұқсат етілген орындарда ғана қолданылады. Бұл мәселеде өз ақылыңмен қияс, аналогия жасауға мүлде жол жоқ. Шейх Мұхиддин Футухаттың 73-ші тарауында былай дейді: мен Раббымның құпия дауыстарының хәтиф бірінен мынандай сөз естідім: мен шәй нәрсе емеспін, өйткені егер мен нәрсе болсам, нәрселік заттық өлшем мені өз ішіне қамтып алар еді де мен басқаларға ұқсап қалар едім, ал менің ешбір теңім ұқсасым жоқ. Сол секілді Хақ тағаланы сараң, бәхил деп атауға болмайды. Тіпті оның мағынасы Алланың әл-мәниғ, кедергі болушы, беруді тоқтатушы деген көркем есіммен үндесіп жатса да, басқа да барлық ұғымдарды осыған салып өлшей бер. Хақ тағала өзін қалай атамаса, сен де оны олай атаудан тыйыл, сені тура жолға салушы тек қана Алла. 16-шы тарау. Сегіз ұлы есімнің атап айтқанда тірі әл-хай, білуші әл-алим, құдіретті әл-қадір, қалаушы әл-мурид, естуші әс-сами, көруші әл-басир, сөйлеуші әл-мутакаллим және мәңгілік әл-бақи есімдерінің ерекше мақамдары жайында білгейсің. Бұл кітабымыздың ең ұлы әрі ең маңызды тараулардың бірі. Алла тағаланың көркем есімдерінің мағынасынан береке тілей отырып, әрбір есімді өзіне қатысты ұғымдармен байланыста тарқатып берелік. Алланың жәрдеміне сүйеніп сөзімді былай бастаймыз. Уа бауырым, әл-хай, мәңгілік тірі есімінің басқа барлық есімдерден мәртебесі жоғары әрі бәрінен бұрын тұрады. Болмыс әлемінде көрініс табу жағынан ешбір есім одан оза алмайды. Сондықтан бұл есім ақиқат мәнінде ең бірінші әл-әуәл деген сипатқа толық лайық. Құранда Алла одан басқа ешбір тәңір жоқ, ол мәңгі тірі, барлық нәрсені меңгеріп тұрушы әл-хайюл қайюм, Әли Имран сүресі деген аятта тірі есімі барлық сипаттарда бойына жинаған Алла есімінен кейін бірден тұр. Тірі есімінің құдіретінсіз басқа ешбір есімнің ақиқаты жүзеге аспайды. Тірінің нағыз ақиқаты оның өмірі өз затынан туындайды, ешкімнен берілмеген. Мұндай қасиет жаратылыстың ешбірінде жоқ, ол тек Хақ тағаланың өзіне ғана тән. Шейх Мұхиддин ибн Арабидің Анқал Мұхриб атты кітабында иләһи есімдердің мақамдары мен олардың болмыс тілімен сөйлескен ғажайып бір хикаясын оқыған едім. Уа бауырым, мұны саған баяндап бергенім артық болмас. Бәлкім мұндай терең сырды бұрын-соңды естімеген де боларсың. Шейх былай дейді: білгейсің, Алланың құдіреті қадір, қандай да бір нәрсе жаратуға қалау, мурид болмайынша іске кіріспейді. Сол сияқты Хақ тағала қандай да бір нәрсені білмейінше алим, оны қаламайды. Өйткені ақылға салсақ, Алланың өзі білмеген нәрсесін қалауы мүмкін емес. Немесе істеуге де, істемеуге де толық еркі бар жаратушының өзі қаламаған істі жасауы қисынсыз. Осылардың барлығы әл-хай, тірі сипатынсыз жүзеге асуы мүмкін емес болғанындай, бұл сипаттардың да өз иесінсіз, затсыз дербес тұруы мүмкін емес. Болмыс әлемінде көрініс табу жағынан әл-хай, тірі есімінен кейін жоқтан бар етуші әл-бәри есімі тұрады. Ежелгі бастаусыз, әзәли, уақыт пен кеңістік жоқ кезде иләһи есімдер есім иесінің Алланың құзырында жиналып бір-біріне болмыс тілімен былай деп қатқандай болды: біз өз үкімдеріміздің жүзеге асқанын қалаймыз. Біздің есімдеріміз бен іздеріміз арқылы болмыстар әлемінде біздің мақамдарымыз танылса екен, сосын олар бір-біріне өз іштеріңе үңіліңдерші деді.
әрбір есім өз табиғатына үңіліп қарады. Жаратушы Халиқ есімі жаратылысты көре алмады. Басқарушы Мүдәббір басқарылып жатқан ештеңені, мүсіндеуші Мұсаувир мүсінді, ризық беруші Разиқ ризыққа мұқтаж жанды, құдіретті Қадір құдірет жүретін нысанды, қалаушы Мурид қалауға түскен істі, білуші Әл-Алим мағлұматты таба алмады. Сонда олар біздің үкімдеріміз бен билігімізді паш ететін жаратылыстар жарыққа шығуы үшін не істеуіміз керек десті. Сөйтіп, жаратылыс әлемнің ақиқаттары мұқтаж болатын барлық иләһи есімдер жоқтан бар етуші Әл-Бәри есіміне келіп, мүмкін мына жаратылыстарды сен бар етерсің, сонда біздің үкімдеріміз көрініс тауып, билігіміз орнар еді. Өйткені біз тұрған мына иләһи мақамда біздің әсерімізді қабылдайтын ештеңе жоқ деді. Бұған Бәри есімі, бұл іс құдіретті Қадір есіміне тіреледі, мен соның қарамағындамын деп жауап берді. Негізінде бұл оқиғаның бастауы мынадан туындаған еді. Мүмкіндік әлеміндегі жаратылыстар жоқтық түнегінде жатып, иләһи есімдерге өте бейшара күйде зәрулікпен мұңын шағып былай дегенді: бұл жоқтық түнегі бізді бір-бірімізді көруден, сондай-ақ сіздердің біздегі ақыларыңызды танудан соқыр етті. Егер сіздер біздің болмысымызды жарыққа шығарып, бізге бар болу шапанын кигізсеңіздер, бізге үлкен нығмет жасаған болар едіңіздер. Сонда біз сіздерге лайық құрмет пен ұлықтау көрсетер едік. Сондай-ақ сіздердің биліктеріңіз біздің үстімізде іс жүзінде орнар еді. Әзірге сіздер бізге тек әлеуетті, күш ретіндегі билеушісіздер, ал іс жүзінде емес. Біздің бұл сұранысымыз өзімізге де сіздерге де ортақ пайда. Бұған есімдер, бұл іс қалаушы Мурид есімінің еркінде. Сендердің ешқайсың оның арнайы қалауынсыз жарыққа шыға алмайсыңдар, әрі ұлы Раббыдан бұйрық келмейінше біз де сендерге ештеңе істей алмаймыз. Егер ол бізге бол, көн деп бұйырса, біз сендерді бар етуге кірісеміз де сол сәтте-ақ сендерді жаратамыз деді. Сөйтіп барлығы қалаушы Мурид есіміне келіп, біз құдіретті есімнен бізді бар етуді сұраған едік. Ол бұл істі саған сілтеді. Сен не бұйырасың деп жалынды. Қалаушы Мурид былай деді: Қадір құдіретті рас айтады, бірақ білуші Алим есімінің құзырында сендерге қатысты қандай үкім барын мен білмеймін. Оның ежелгі ілімінде сендерді жарату үкімі бар ма жоқ па? Егер болса, мен соған сәйкес қалауымды беремін, өйткені мен де соның қарамағындамын. Оған барып мұңдарыңды соған шағыңдар. Олар білуші Алим есіміне барып мән-жайды түсіндірді. Білуші айтты: қалаушы рас айтады, менің ілімімде сендерді бар ету, жарату үкімі ежелден бар, алайда әдеп сақтаған абзал. Біздің бәріміздің үстімізден қарап тұрған ең ұлы мақам бар, ол Алла есімінің мақамы. Біз міндетті түрде соның құзырына баруымыз керек, өйткені ол барлығын жинақтаушы Әл-Жәми мақам. Сөйтіп, барлық есімдер Алла есімінің құзырына жиналды. Ол бәрін біліп тұрса да, неменеге жиналдыңдар деп сұрады. Олар мән-жайды баяндап берді. Сонда ол: мен сендердің барлық ақиқаттарыңды жинақтап тұрған есіммін. Мен кемелдік пен пәктік сипаттарына ие болған пәк затты нұсқайтын дәлелмін. Мен өз затымның құзырына кіріп шыққанша күте тұрыңдар деді. Ол өз затының құзырына кіріп жаратылыстардың тілегін, есімдердің өзара талабын жеткізді. Зат былай деп жауап берді: шық та барлық есімдерге айт, әрқайсысы жаратылыстағы өз табиғатына сай әрекетіне кіріссін. Мен өз затыммен жалғызбын. Ал жаратылыстар менің ақиқатымды, затымды емес, менің мақамымды, есімдерімді ғана сұрап тұр. Мен оларға мұқтаж емеспін. Ғани. Жаратылыстар болса өздеріне иләһи іздерді көру үшін осы мақамдарға мұқтаж. Менің Ахат, жалғыз деген есімімнен басқа барлық есімдер мен үшін емес, осы мақам, жаратылыспен қатынас үшін. Ахат есімі тек менің өзіме ғана тән. Сөйтіп Алла есімі жанына сөйлеуші Мутакаллим есімін ілестіріп шықты. Сөйлеуші заттың айтқандарын жаратылыстар мен есімдерге жеткізді. Осы кезде білуші, құдіретті, қалаушы және сөйлеуші есімдері іске кірісіп, қалаушының ерекшелеуімен, білушінің үкімімен болмыс әлеміндегі ең алғашқы жаратылыс пайда болды. Жаратылыстар мен олардың әсерлері әлемде көрініс тауып, әркім өз сүйенген есімнің қуатына қарай біріне-бірі үстемдік етіп, басын жанши бастады. Бұл үлкен жанжал мен тартысқа ұласты. Сонда олар: біздің жүйеміз бұзылып, баяғы жоқтық түнемізге қайтадан құлап кетеміз бе деп қорқамыз десті. Білуші және басқарушы есімдері жаратылыстардың санасына мына бір ойды салды: уа есімдер,
егер сендердің биліктерің белгілі бір өлшемге, шекараға және бәрің бағынатын бір басшыға негізделген болса, біздің болмысымызда сендердің бізге деген әсерлерің де сақталып қалар еді. Бұл бәрімізге қайырлы болар еді. Сондықтан бәрің Аллаға барыңдар да сендерге шекара бекітіп тәртіп орнататын басшы тағайындауын сұраңдар. Әйтпесе бәріміз құрдымға кетеміз. Есімдер бұған келісіп, ең дұрысы осы десті. Олар басқарушы, мүдәббир есіміне барып, істі соған тапсырды. Ол заттың бұйрығымен Рабб, тәрбиелеуші, ие есіміне барып, мүддені қорғайтын не қажет болса соны істе деді. Рабб өзіне көмекші етіп екі уәзір тағайындады: басқарушы мүдәббир және ажыратушы, тарқатушы муфассил. Құранда бұл туралы ол Алла істі басқарады, юдәббир, Раббыларыңа қауышуға сенімдерің болуы үшін аяттарды ажыратып баяндайды, юфассил. Рағд сүресі делінген. Бұл жердегі имам, басшы, Раб есімі. Қарасаңызшы, Алла сөзіндегі ұғымдар қандай керемет үйлесім тапқан. Сөйтіп, Раб есімі оларға шекаралар бекітіп, әлемдік жүйені реттеу үшін заңдар орнатты. Ол осылайша олардың қайсысы жақсы амал істейтінін сынау үшін Кәхф сүресі жүйені қалыпқа келтірді. Ғаламдардың Раббысы Алла қандай пәк. Шейхтің Анқал-Мұғарриб кітабындағы сөздер осымен тәмам. Ақиқатында біз бұл тақырыпта бұндай терең мағыналы ғажайып сөзді бұрын соңды кездестірмеген едік.